Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Кеше ғана Шавкат Рахмонов баламыз жаңағы Америкада ең гаримен төбелесті. Соның қазақтардың барлығы енді мен айтам, әбден қиналған шығар. Мен бұрында айтқам, жаңағы мен жүрегім ұстаса, жаңағы мынау спортты қарап отырып, әсіресе мынау намысты. Баяғы Арман Оспанов жаңағы солардың неменесінде қатты не алғанымды жүрегім ұстап қалатын сияқты. Қазақтардың көбісі сондай болды. Енді қандай қиыншылыққа қарамаса да Шавкат Рахмонов жеңді. Оны президент жаңағы Тоқаев жаңағы құттықтапты. Мен айтамын, Тоқаев президентке рахмет, сіздің ондай құттықтағаныңыз. Жаңағы Шавкат Рахмоновтың орнына орыс болса, оны телевизорлардың бәріне көрсетіп, неменесін сатып алып, бір жетімнен туылған бала сияқты оның бір бойын сатып алған жоқ Қазақстан. Головкинді постоянно көрсетеді. Енді мына жердегі ол аздай, мысалы Өзбекстан боксы төбелескенде ешкім білмейді. Соны сатып алып, біздің бюджетке миллиондаған долларды лақтырып, өзіміздің қазағымыз Шавкат Рахмонов бар, басқалары бар, көрсетпейді. Не болып? Құдай бере салған бізге жағы, мынау Димаш Құдайберген, Жәнібек Әлімханұлы, Шавкат Рахмонов сияқтыларды қазақтарды нағыз не алмайыз көрсетпейсіңдер. Мен қорқам, қазақтың жауы қазақ дейді. Баяғыда Мұстафа Өзтүрікті өлтірген кім? Оның бәріне белгілі. Сол халықтың сүйіктісі болады, нағыз қазақи. Сондай Қанат Исламды жағы тағдырын белінен басып, боттары бар жағы бәрі әбден шұқылап, соны күн бермей, Олимпиадаға жібермей сөйтті. Анау Ербосын, Айдос Ербосынды жағы анандай қылды. Қазақстаннан көрсетіп атырып, сөйтіп, бір нәрсе берген, бәлсеп тастап бұрғанды, мынау комментатор тамаша деп айқайлап қойған. Қазақстан канал өзін жаңа повтор көрсетпейді. Тауып беріңдер, Қазақстан телеканалының директорына мен өтінішім, соны шығарыңдар, шығармайсыңдар. Нақ десеңдер, сендер заказ не болсыңдар. Қазақ сендерге жау. Қазақ көтерілмесін, байлықтың бәрін жаңа корейс, өзбек бірінші өтсін. Корейстерге, еврей, орыстарға беріп тұстағандықтар. Қазақтың өзін дабетіп, мынаны жағы немнесі әбейіл көтеріп кетеді деп не қылады. Бәріміз қазақтар әбден не қылып, Шавкат баламызға айтатын, абайла Шавкат, биліктен абайла, мынау жан-жақтан абайла. Сен сүйікті халықтың сүйіктісің. Қазақша сөйлеп, Америкада, шетелде қазақша, англисен ясы қазақша сөйлеп, не қылбасың, соның өзі қандай немне, батырлық. Бұяқта сені қанша сындырайын деді. Әртүрлі журналистер жіберіп, манкурттер жіберіп, бүйтіп жіберіп, жағы орысты сұрақтарды қойып, не сен бой бермей, қазақша не қылбасың, абайла. Мен таң қалмаймын, осы немненің алдында әбден бір нәрсе постыма не қылма, Шавкат Рахмоновты басқаша болып, әсіреп шықты, айта алмайды. Нақ десең, сондай немелер бол. Ол басқа тема. Шайтандар арқылы жаңа күшін жойып жереді. Температурасын көтеріп жіберу мүмкін. Давлениесін көтеріп жіберу мүмкін. Мен басым өзім түскен бөлек тема, ол бөлек жерде айтам. Не алған? Сол үшін мынау жаңағы қараңдар Шавкат баламыздың сояққа іздеп барған қазақтар бар. Қанша қазақтар намыс үшін қазақ мың өріліп, мың терілген деген сияқты. Қандай зақыбаттан өмірде шыға алмайтын зақыбат, мертвый хваткадан барлығы дос немелер қуанып не қылайын деп жатқанда, камера қарап бұрып қойып, көріп қойып, сондай немеден шығып кеткен Шавкат баламыз Құдай бере салған бізге. Соны не қылу керек? Шавкатқа айтатын, баламыз қандай, сен мынау шақырат, мынаяққа бара берме, ешкім ата-анаңнан басқа сенбесе. Даже Баян Жанғаловқа сенбе, ол чиновник қазір. Түсіндің ме? Қарындасыңа да сенбе. Көрдік қалай не қылған. Анау жағы талайын жағы
у беріп, басқасын беріп, не қылғандар. Тек қана қазақ болғаннан кейін сен осындай не қылу мүмкін. Сен халықтың ішіндегі жақсы көретін, жақсы немене қылады деп, мына өзбектер приказ беріп жесе болды. Мынау Вести КЗ дейтін бар қазір. Нағыз өзбектің немене. Шавкат Рахмон қайдағы біреудің комментарий тауып алып, Шавкат Рахмон өлгенше жамандап, шығарып жатқанда сияқты технично. Бұрыннан ол сондай. Сол үшін мынау видеоны қараңыздар. Қалай қазақтың жігіттер Америкада жауынгер болып бағыстырып не алған. Тур, брат, Тур, пожалуйста! Он устал, не может дышать, не может. Шавкат, просто тигр!